Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Сол үшін арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Зәмберектер, Жәнібек Әлімханұлы басты қарауын көрсетті. Орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлімханұлы әлеуметтік желіде кезекті жазбасын жариялады деп хабарлайды. Қазақстайл лақап атымен танығалы боксшы жекпе-жектен кейінгі суретін жариялап, екі қол екі зәмберек деп жазыпты. Еске салайық, 5 сәуір күні Астанада өткен кеште Жәнібек халықаралық бокс федерациясы, IBF және дүниежүзілік бокс ұйымы WBO белбеулерін сәтті қорғады. Оның қарсыласы осы жекпе-жекке дейін жеңіліс көрмеген франциялық Ануэль Нига-Мессинг болды. Әлімханұлы қарсыласын 5 раундта нокаутқа түсірген еді. Енді Жәнібек Әлімханұлы Саул Канело Альваресті күтіп тұр. Жақында Канело Альварестің жекпе-жегі болады достар. Не деп ойлайсыздар? Жәнібек Әлімханұлы мен Канелоның жекпе-жегін көреміз бе, жоқ па? Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.